Бұл оқиға Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде орын алады. Техаста Перл есімді жас қыз өмір сүреді. Оның анасы Рут өте қатал және үстемшіл әйел, қызын таңнан кешке дейін фермада жұмыс істетеді. Перлге мұндай өмір мүлдем ұнамайды, себебі ол атақты болуды армандайды. Әзірге ол тек сиырларға, ешкілерге және аттарға концерт беруге мәжбүр. Бір күні қораға ақ қаз кіріп кетеді, бірақ Перл оған мүлде қуанышты емес. Ол шанышқыны қолына алып, үлкен қолтырауынды шақыру үшін көлге қарай барады. Жыртқышты сол қазбен асырайды. Кешкісін Перл анасымен бірге кешкі ас әзірлеп, соңғы газетті қарап, ауыр халде жатқан әкесіне қарайды. Ол сал болып қалған, тіршілігі бір қиял ғана. Перлдің Говард есімді күйеуі бар екенін білеміз, бірақ ол соғысқа кеткен және қазір майданнан жылы хаттар жіберіп тұрады. Қыз күйеуін қатты сағынады. Ванна қабылдап жатып, сал болған әкесіне дәрісін беріп, өз арманын биші болғысы келетінін мойындайды. Келесі күні Перл велосипедпен қалаға әкесіне морфин алуға барады. Көпшілік адамдар қауіпті тұмау індетіне байланысты бетперде киіп жүр. Перл дәрісін сатып алып, киноға барады. Фильм көру оған қатты ұнайды. Ол өзін басты рөлдегі кейіпкерлердің орнына елестетеді. Фильм аяқталған соң ол жас кино механигімен танысады. Перл жігітке ұнайды, ал жігіттің сезімдері де оған жауапты секілді. Иә, Перл тұрмыста, бірақ бұған ешкім мән бермейді. Киномеханик оған кинопленкадан бір кадр сыйлап, жаңа фильмге шақырады. Үйіне қайтып бара жатқанда Перл сол пленканың кадрын жоғалтып алады. Велосипедті тоқтатып, оны іздеуге жүгіріп шығады. Жүгері алқабының ортасында тұлыпты байқап қалады. Алғашында қорыққанымен кейін оған жақындап, құлатып тастап, онымен би билеуді бастайды. Ол бұл тұлыпты кино механигі ретінде елестетіп, оны құшақтап сүйеді. Бұл көрініс біраз үрейлі көрінеді. Сосын тұлыптың үстінде секіріп, қуаныштан айқайлайды. Үйге оралған соң тағы да әкесінің қасында ванна қабылдайды. Ол ер адамның мойнын ұстап, әлі де ауыратын ауырмайтынын тексереді. Кешкі дұғадан кейін Рут Перлдің керек жараққа 8 цент артық жұмсағанын біліп, кешкі асты қызынан тартып алады. Анасы қызын кедейліктерін еске салып, үнемдеуге шақырады. Келесі күн басталады. Перл сиыр сауып жатқанда қонақтар келгенін көреді. Бұл Говардтың қарындасы, Митси есімді жас, сұлу әрі өте бай қыз. Митси Перл мен оның ата-анасына қуырылған шошқа келеді, бірақ Рут оны алудан бас тартады. Митси Перлге сенбі күні рождестволық хорға қатысуға арналған би сынағы болатынын айтып, оған бірге баруды ұсынады. Біздің кейіпкеріміз бұл оның жұлдыз болуға берілген үлкен мүмкіндігі деп ойлап, өзін сахнада өнер көрсетіп тұрғанын елестетеді. Перл анасының ескі көйлегін киіп, түнде үйден жасырын шығып, кино механигімен кездеспек болады. Жігіт Перлді шараппен сыйлап, арманын орындауға кеңес береді. Ол оған Франциядан сатып алған заңсыз фильмді тегін саяхат көрсетеді. Перл бұндай киноны бұрын соңды көрмеген, сәл ұялып қалса да экраннан көз ала алмайды. Перл өмірін ұнатпайтынын, бірақ отбасын тастап кете алмайтынын мойындайды. Ол ата-анасы болмағанын тілейді, сол кезде өзін еркін сезінер еді. Жігіт оған жас әрі сұлу кезінде шетелге қашып кетуді ұсынады. Перл үйіне оралып, анасын жылап жатқанын естиді. Өзі де төсегіне жатып, Говардтың портретіне кінәлай қараумен болады. Күндіз Перл науқас әкесін көлге апарып, қолтырауын шақырады. Ол арбасымен әкесін суға итермекші болады, бірақ анасының даусын естіп тоқтайды. Көп ұзамай Перл қамыстың арасында қолтырауының жұмыртқаларын табады. Біреуін алып, сарайға жасырып қояды, бірақ оның әрекетін тым қырағы қарап тұрған сиырға ұрсады да, қолындағы жұмыртқаны жарып тастайды. Кешкі ас кезінде Рут қызының бөлмесінен тапқан киноафишаны көрсетіп, оны сарайға қуып жібереді. Перл ертең би сынағына баратынын айтады, бірақ анасы оған үзілді-кесілді қарсы шығады. Осыдан соң үлкен жанжал басталады. Рут өткір пышақты алып, ас үйдің үстеліне шанышқылап, қызына шапалақ береді. Перл жауап ретінде анасын итеріп жібереді. Нәтижесінде Руттың көйлегі ас үй пешіне тиіп, өртене бастайды. Әйел өміріне қауіпті күйік алады. Перл анасын жертөлеге сүйреп апарып, ал сал болып қалған әкесін ас үйде қалдырып кетеді. Өзі кинотеатрға барып, сол түні кино механикпен түн өткізеді. Түсінде өзін үлкен сахнада көрермендердің ыстық ықыласына бөленіп тұрғанын көреді, бірақ бір сәтте бұл түс қорқынышты түске айналады. Перл оянып тез киініп алады. Бүгінгі күні оның би сынағы өтеді. Киномеханик оны фермаға қайта апарып, біраз дайындалуға уақыт береді. Қайтар жолда Перл солдатты көріп, оның Говард екенінен қорқады. Ол жігіттен сәл күте тұруды сұрап, ауру әкесіне қарай жүгіреді. Әкесі әлі де ас үйде отыр. Қыз оны басқа бөлмеге апарып дәрі береді.
Киномеханик есік алдында құрт құмырсқа басып кеткен қуырылған шошқаны байқайды. Бұл жағымсыз көрініс еді. Перл жігітті үйге кіргізіп, оған сал болып қалған әкесін көрсетеді. Екеуі қыздың жатын бөлмесіне көтерілгенде, жертөледен бір дыбыстар шығады. Бұл жігітті алаңдатады. Ол төменге түсіп, бәрін тексергісі келеді. Ас үйде жақында төңкеріс болғанын байқаған ол, Перлден не болғанын сұрайды. Перл оларға тиесілі иттің бәрін төңкеріп тастағанын айтып, оны жертөлеге қамап қойғанын алдайды. Сондықтан шыққан дыбысқа мән бермеуге кеңес береді. Перл жігітті сарайға алып барып, оған өз жануарларын көрсетеді. Ол сиыры мен ешкісін өзінің сүйікті кино жұлдыздарының есімімен атап қойған екен. Жігіт одан итінің есімін сұрағанда Перл олардың үйінде ит жоқ екенін айтады. Осы сәтте жігіт оның өтірік айтып тұрғанын түсінеді. Перлдің жасанды күлкісі мен актерлік қылықтары жігітті мазалай бастайды. Ол сағатына қарап кетуге шешім қабылдайды. Бірақ Перл оны тастап кетіп бара жатқанын көріп, ашуға булығады. Ол жігіттің оны шетелге алып кетеді деп үміттенген еді, ал енді ол одан қашпақшы. Бұл қандай өкініш. Ашуға булыққан Перл қолына шаныш қалып, жігітті қуып жетіп, оның денесін бірнеше жерінен жарақаттайды. Содан соң тағы бірнеше рет шанышқымен ұрады. Жігіттің денесін көліктен шығарып тастап, шанышқыны қайта көтереді. Үйге қайтып оралған Перл анасын тірі күйінде көреді, бірақ оны құтқаруға еш талпыныс жасамайды. Оның орнына әкесін жуындырып, қолындағы қанды да тазалайды. Анасынан қалған ең әдемі көйлекті киіп, әкесінің алдында билеп айналып жүреді. Кейін ақ орамалды алып, әкесін өлтіреді. Содан соң киномеханиктің денесі салынған көлікті көлге итеріп жібереді. Осылайша қолтырауына азық береді. Перл шіркеуге би сынағына барады. Сол жерде бірнеше қыз, соның ішінде Митси де бар. Біздің кейіпкеріміз өзіне сенімді болғаны соншалық, чемоданын да ала келіпті, яғни бірден гастрольге аттанамын деп дайындалған. Қыздарды кезек-кезек сынаққа шақырып көбісіне бас тартады. Митси қобалжып тұрғандықтан Перлден орнын ауыстыруын өтінеді. Ал Перл өзін сабырлы ұстайды, оны сөзсіз таңдайтынына сенімді. Ақыры Перлдің кезегі келеді. Ол сахнаға шығып, өз биін орындай бастайды. Қыз 100% сенімді, қазылар алқасы оның ерекше талантына таңғалып, өздерін нағыз жұлдызбен таныстырды деп ойлайды. Шынында да оның өнері әсерлі көрінеді. Алайда Перл қателеседі. Қазылар алқасы оған жас емес екенін, шашының түсі келмейтінін және ең бастысы, ол америкалық емес, неміс эмигранты екенін айтып, оны қабылдамай қояды. Перл жақсы өнер көрсеткенімен, қазылар оның бойында ерекше бір қасиет жоқ деп санайды. Бұл жаңалықтан қыздың үміті үзіледі. Ол сахнада жанжал шығарып, көз жасына ерік береді. Митси оны жұбатуға тырысады. Митси Перлді үйіне дейін жеткізіп салады, бірақ табалдырықта құрт құмырсқаға толып кеткен шошқаны көреді. Бұл оған қатты тиеді, өйткені шошқаны өзі сыйлаған болатын. Ас үйде Перл Говардқа қатты ренжулі екенін мойындайды, себебі ол қызды осы фермада өмір сүруге мәжбүр еткен. Перл өзін жалғыз сезініп, күйеуіне опасыздық жасағанын да айтады. Ол Митсиге ата-анасы мен киномеханигімен болған жағдайдың барлығын айтып береді. Қатты жылап, жасаған әрекеттеріне өкініп, бәрін түзегісі келетінін айтады. Мұндай шындықты естіген Митси шошып кетеді. Ол бұл үйден тезірек қашқысы келеді. Айлакер Перл түрлі манипуляциялар арқылы Митсидің би сынағынан өткенін және театр тобына қабылданғанын анықтайды. Әрине, себебі Митси жас, сары шашты, нағыз американдық қыз. Қазылар алқасы іздеген сұлулықтың дәл өзі. Перл оған қатты қызғана бастайды. Ол қолына балта алып, Митсидің соңынан қуа жөнеледі. Жолда Митси сүрініп жерге құлайды. Біздің кейіпкеріміз оны қуып жетіп, бірнеше рет соққы жасайды. Митси жанын аяуды сұрап жалбарынғанымен, мейірімсіз Перл балтасын қайта көтереді. Өздеріңіз түсінгендей, Митси де аш қолтырауының кезекті асына айналады. Осыдан кейін Перл жертөлеге түсіп, Руттың енді тірі еместігін көреді. Қыз анасының жанына жатып алады. Перл толықтай есінен айырылып, Руттың шашын тарай бастайды. Содан кейін дастархан жайып, ата-анасын дастархан басына отырғызып, алдына құрт құмырсқа басқан қуырылған шошқаны қояды. Қыз ата-анасы әлі тірі деп елестетіп, оларды өзіне сүйіспеншілікпен қарап отыр деп сенеді. Ол дастарханға отырып, әкесі мен анасының қасына жайғасып, дұға оқып, Құдайға осы қонақасы үшін алғыс айтады. Бірнеше күннен кейін соғыстан Говард күтпеген жерден оралады. Ол бірнеше солдатпен бірге үйіне кіреді де, Перлдің ата-анасының денелерін ас үстелінің басында шіріген шошқаның жанында отырған күйінде табады. Перл болса, күйеуін жалған әрі әбден қажыған күлімсіреп қарсы алады.
Достар, егер сіздердің де осындай ақша тапқыларыңыз келсе, тез арада мына экранда көрсетілген видеоны басыңыз. Онда мен мұндай ақшаны қалай табуға болатынын көрсеткемін. Бұл жоба менің арнамның көрермендеріне арнайы жасалынған. Барлықтарыңызды осы видеода күтетін боламын.